Баршаңызға қайырлы күн оқырман, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз 20 минутта бір ғана жұмыртқадан жасалатын балғын жұп-жұмсақ кекстарды небәрі таразысыз, миксерсіз жасауға кеңес беремін. Жасалу жолы оңай және қарапайым түрде жасалады. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Ең алдымен кексімізді дайындау үшін барлық өлшемін дәл осылай бір пиала кесемен дайындап аламыз. Ең алдымен бір жұмыртқамыздың үстіне бір пиала қантымызды салып, жақсылап тұрып, оны аппақ болып массы көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Жоғарыда көрсетілгендей менің инста парақшама тіркеліп, ол жақта да өзіңізге керек рецепттер мен неше түрлі лайфхактарды таба аласыздар. Дәл осылай массамыз екесе ұлғайып аппақ болып көпіргеннен соң, жақсылап тұрып араластырып болғаннан соң, оның үстіне бір пиала сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, салқын сүт болса да бола береді. Толыққанды бір пиала сүтімізді құйып, дәл осылай жақсылап тұрып араластырғаннан соң, оның үстіне жарты пиала шай кесе күнбағыс майымызды, яғни жемешкі майымызды толыққанды құйып шығамыз. Оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Толыққанды араластырған массамыздың үстіне 2 кесе ұнымызды саламыз. 2 кесе ұнымызды біркелкі бөліп сала отыра араластырамыз. Бұл жерде менде ұнымның үстіне разрыхитель, яғни қопсытқышымызды, бір шай қасық қопсытқышымызды салып араластырған видеоға түспей қалған. Сіз ұнды салғаннан кейін оның үстіне бір шай қасық қопсытқышыңызды салып, дәл осылай 2 кесе ұныңызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұл жерде масса қоймалжың сұйық, яғни қаймақ сақты массы көлемге енеді. Дәл осылай массы көлеміне енеді. Міне қоймалжың сұйық массы болады. Содан соң оны кекстің формаларына салып, қызып тұрған пеште 180 градус 30-35 минут аралығында пешіңіздің көлеміне қарай қыздырып, беті асты-үсті қызарғанша пісіріп аласыздар. Дәл осылай кексіміз дайын болады. Балғын жұмсақ кекс бар жоғы бір ғана жұмыртқадан жасалады. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім. Кекс дәмді, балғын шықты. Мен сіздерге жасауға кеңес беремін.